Бұл нағыз дүкенде сатылатын турецкий лимонад, және де мен турецкий лимонадтың 100% оригинал рецептісімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін көріңіз. Бізге керекті заттар 3 апельсин, 2 лимон және де қант. Үлкендеу лимон болса 2 лимон қолдануға болады. Лимоныңыз кішкентай болса 3 лимон қолданыңыз. Видеодағыдай үккіштің көмегімен апельсиннің және де лимонның сыртқа қабығын өткіземіз. Лимонның ішіндегі қатты ақ бөлігін өткізбейсіздер. Егер де өткізетін болсаңыздар, қышқылдан береді. Тек қана сыртқы сары бөлігін өткізесіздер. Енді асықпай, ақырындап өткізіп алыңыздар. Өткізіп болған соң үстіне 350 грамм қант қосасыздар. Бұл жерде қазір 5 литр сусын дайындаймыз. Алдымен осы қант пен апельсин, лимонның сыртқа қабығын толықтай еруі қажет. 1-3-4 минуттай араластырыңыздар. Осылай қанты сулана бастайды. Енді қараңыздар, үстіне су құятын боламыз. Үстіне 5 литр суды құямыз. Қайнаған мұздаған суды құямыз. Кәдімгі фильтрден краннан алынған суды құйып тастамаңыздар. Қайнап тұрған және де суыған су болу керек. Енді қапағын жауып 3-4 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді 3-4 сағаттан кейін жаңағы сыртқа ақ бөлігін алып кесіп тастайсыздар. Қалған бөлігін блендермен өткізіп аласыздар. Ручной блендерде болады. Мен қабығын ашып алғаннан кейін блендердің көмегімен өткізіп алдым. Үш сағаттан кейін алсаңыздар да болады. Жаңағы сусынның бәрін алмастырып, араластырып, тағы тоңазытқышқа 1 сағатқа қалдырамыз. Сол кезде құрамы сіңіп, әдемі дәм болып тұрады. Тәттілігі орташа болады, қатты қышқыл болмайды, өте күшті болады. 1 сағаттан кейін жаңағы ыдысымыздағы сусынымызды сүзіп алатын боламыз. Мінекей менде өте дәмді турецкий лимонад шықты. Мен 100% турецкий лимонадтың жасалу жолын ұсынып отырмын. Жасап көріңіздер, жасауға кеңес беремін. Бір істегеннен өте керемет әрі дәмді болып шығады. Видео ұнаса арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.